Доктор, линейканы тыңда. Өмір бойы мектебімді жыр етем, бір өзінде бақыт білім берекем, шәкірттерін өрістесін, өрлесін, құтты болсын білім күні мереке. Армысыздар құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Бүгінгі сағынышқа, шаттыққа толы мектебім мейірім мекені атты білім мерекесі құтты болсын. Біреулер еншақ өмірден аттанбақ болса асып қыр, біреулер балғын көңілмен алғашқы қадам басып тұр. Сондықтан да назарды солар жаққа бұрайық, балдырғандарды базарлы қарсы алып қол соғайық дей келе, ортамызға алғаш рет шәкірттерін әріп үйретіп, білімнің асқар шыңына жетелейтін ұлағатты ұстаздарымыз бен бүлдіршіндерімізді қарсы алайық. Бірінші сынып жетекшісі Көбенова Айсұлу Көшбайына бірінші сынып оқушыларымен қарсы алыңыздар. Сол қырдан болашағын танылады. Төктіріп қарсы алайық қалың қауым, шырқалсын Қазақстан әнұраны. Біздің мерекеміздің құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Аудандық білім бөлімінің әдіскері Ембердиева Марина Сайдуллаевна, Абылайхан селолық округінің әкімі Көбенов Жеңіс Нұрмәшұлы, Есіл агро басшысының көмекшісі Бекенов Орынбай Нұрланұлы, ақ тілекті арналар ұстаз сөзі, балалардың естілсін көңілдіні, құтты болсын болашақ баспалдағы, құтты болсын биылғы оқу жылы дей келе, білім күніне арналған салтанатты жиын ашуға сөз кезегін мектеп директоры Қасымов Берік Қапасұлына берді.
Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар, қонақтар. Баршаңызды 2025-26 оқу жылының ашылуына байланысты салтанатты жиынмен құттықтаймын. Әрине, өткен оқу жылы біз үшін жаман болған жоқ. Оқушыларымыз, ұстаздарымыз біраз жетістіктерге жетті, нәтижесін көрді. Былтырғы оқу жылында бізде 17 мектеп болатын, 11 сыныпта 3 алтын белгі, бір қызыл аттестат. Жалпы биылғы жылы 6 баламыз грантқа түсті. Ол енді жылдағы қарағанда аздау әрине, бірақ сонда да тәуба дейміз. Сонымен қатар бүгін міне ең алғаш мектеп табалдырығында отырған бүлдіршіндерге жақсы білім алып, тәрбиелі, саналы азамат болуына тілектеспін. Әрине бүгін міне тарыдай болып қадам басып атса, ертең таудай болып Алла амандық болса 11 жылдан кейін осы мектеп түлек атанып атады. Осы аралықта тек қана осы түлектерден біз жақсылық күтеміз, тәрбиелі, білімді азамат болады деген сенімдеміз. Әрине олар үшін ұстаздар еңбектенеді, ата-аналар ұстаздармен бірге жұмыс жасау керек. Сонымен қатар биылғы жылы біздің оқушыларымызға да сәттілік тілеймін. Былтырғы жылдарға қарағанда тілектестік білдіремін. Енді бәріміз білеміз, былтыр жылы біз әлемді шулаттық, Нұржан Қалиұлының бастауымен балалар Италияға барып атағымыз шығарды. Енді биыл одан да үлкен сол белестерді әрі қарай жалғастырады деген үміттеміз. Оған әрине осы оқушыларымыз бен ұстаздарымыз еңбегі. Ата-аналар, сіздерге де денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әрине ата-ана, оқушы, ұстаз болып бірігіп жұмыс жасаса, алынбайтын қамал болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да мектебіміздің абыройы арта берсін. Биік Абылайхан орта мектебі биік белестерден көріне берсін. Әріптестеріме өткенде жақсы той өткіздік, ат салысты, демалдық. Енді күш қуат жинап, осы оқу жылында жақсы жетістіктерге жетті деген ойдамын. Әркім ұстаздарында мәртебесі арта берсін, еңбектеріңіз бағаланып жатыр. Былтырғы жылы біздің мектеп аудан бойынша ең үздік кәсіподақ ұйымын жеңіп алған болатында. Биыл тағы да аудан бойынша ауыл мектептерінің үздік ұйым деген бірінші орын номинациясын жеңіп алды. Жылдарда үздіктер қатарынан көріне берейік. Ол үшін аянбай еңбек етіп, жақсылықта балаларымыз бізді қуанта берсін. Баршаңызға білім күні қайырлы құтты болсын. Келесі сөзге директордың оқушысының орынбасары Ахметова Аялым Жетпісқызына беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті қауым, баршаңызды білім күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді бүгінгі мерекелі күнмен, білім күнімен және жаңа 2025-26 оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтай отыра, 1 қыркүйек бұл білімге ұмтылған әрбір адам үшін ерекше күн. Бұл мектепке алғаш қадам басқан бүлдіршіндер үшін есте қаларлық сәт. Ал жоғары сынып оқушылары үшін үлкен жауапкершілік пен болашаққа бағытталған маңызды кезең. Бүгін біз тағы бір жаңа белеске қадам басқалы тұрмыз. Алдымызда жаңа пәндер, жаңа жетістіктер, жаңа мақсаттар. Жаңа оқу жылы әрбір оқушы үшін өзін дамытуға, армандарын жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік. Баршаңызға жаңа оқу жылы сәтті, табысты болсын. Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі Абылайхан атындағы Қызылағаш ауылының жалпы орта білім беретін мектебін 2025-2026 оқу жылында 1-11 сынып аралығында 161 оқушы және даярлық сыныпта 22 оқушы оқу жылын басталғалы отыр. 2025-2026 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін айқындау туралы Ақмола облысы білім басқармасының
2025 жылы 11 тамыздағы 330 бұйрығына сәйкес және Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімінің 2025 жылы 22 тамыздағы номер 679 бұйрығына сәйкес және Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімінің Абылайхан атындағы Қызлағаш ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 2025 жылы 25 тамыздағы 36 бұйрығы негізінде бұйырамын. Бірінші сыныпқа Амангелді Әбілмәнсүр Мерекеұлы, Айсын Ақмаржан Әсетқызы, Беркінбай Ақан Жолдасбекұлы, Жасұлан Айбар Алматұлы, Қанатов Ердәулет Азаматович, Кеният Үнкар Арланқызы, Көшербай Арунас Асланқызы, Құрманғали Сезім, Қуаныш Абдулла Ерболұлы, Қуаныш Айша Еркебұланқызы, Орынбай Али Арманұлы, Серік Айзере Асхатқызы қабылдансын. Сынып жетекшісі Көбенова Айсу Көшбаевна тағайындалсын. Екінші сынып 19 оқушы, сынып жетекшісі Махатова Ботагөз Жақынбайқызы. Үшінші сынып 16 оқушы, сынып жетекшісі Нұртуған Бақтілек Кеншілікқызы. 4-ші сынып 17 оқушы, сынып жетекшісі Матина Жания Сакенна. 5-ші сыныпта 11 оқушы, сынып жетекшісі Ахметбек Толғанай Балғабекқызы. 6-ші сыныпта 21 оқушы, Рысбекова Минара Берікқызы. 7-ші сыныпта 18 оқушы, сынып жетекшісі Кальенов Мақсат Сәрсенбайұлы. 8-ші сыныпта 18 оқушы, сынып жетекшісі Темірбекова Жанар Майлыбаевна. 9-ші сыныпта 12 оқушы, сынып жетекшісі Кайталова Айдана Дулатовна. 10-ші сыныпта 11 оқушы, сынып жетекшісі Сабиев Данияр Жанатұлы. 11-ші сыныпта 6 оқушы, сынып жетекшісі Қожанов Арман Серікжанұлы. 2-ші 11-ші сынып аралығындағы оқушылар қабылданып, жоғарыда аталған сынып жетекшілер тағайындалсын. 25-ші мамыр 25-ші жылы оқу жылының номер 16-ші педагогикалық кеңес шешімімен бекітілген Ақмола облысының білім басқармасының 297-ші бұйрығы, Бурабай ауданы білім бөлімінің 422-ші бұйрығы, Абылайхан атындағы Қызлағаш ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 39-ші бұйрығы негізінде 2024-2025 оқу жылын үздік бітірген 1-4 сынып оқушылары мақтау қағазымен марапатталған. 2-ші сыныпта Думан Мери Саятқызы, Көбегенов Акарас Еркосаевич, Сағат Шапағат Азаматқызы, Сәрсенбай Ақзере Мақсатқызы, Совет Айзере Ерланқызы. 3-ші сыныптан Дәулет Зере Ардаққызы, Қанат Жарқын Заурбекұлы, Қуаныш Мұстафа Еркебұланұлы, Кокушев Жансерік Есімбекович, Сагимбаев Мадияр Танатович. 4-ші сыныпта Беркенбай Нұржанқызы, Марат Қота Дастанқызы, Серік Әдия Асхатқызы, Тасболат Нұрболат Ерболатұлы. Өздеріңіз білетіндей, өткен жылы бізде 5-ші, 8-ші және 10-ші сыныптар аралығында қазақ тілінен емтихан тапсырған болатынды. Сол себептен 31-ші мамыр күні 25-ші оқу жылының номер 7-ші педагогикалық кеңес шешімімен бекітілген Ақмола облысы білім басқармасының 297-ші бұйрығы, Бурабай ауданы білім бөлімінің 422-ші бұйрығы, Абылайхан атындағы Қызлағаш ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 39-ші бұйрығы негізінде 2024-25 оқу жылын үздік бітірген 5-9 сынып оқушыларын мақтау қағазымен марапатталсын. Ақмола облысы Бурабай ауданы Абылайхан атындағы Қызлағаш ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысы Өскенбай Інжу Қуанышқызы марапатталады. Тура осындай мәтінмен Серік Медина Оразбай қызы марапатталады. Тура осындай мәтінмен Совет Еркенас Ерлан қызы марапатталады. Кездесеміз балар. Тура осындай мәтінмен Уалидинов Ислам Берикович марапатталады. Тура осындай 6-ші сынып оқушысы Беркенбай Жаңыл Нұржанқызы марапатталады.
тура осындай мәтінмен Өмірзақ Жантілек Асқарұлы марапатталады. Тура осындай 7 сынып оқушысы Белгебай Әміржан Мұхтарұлы марапатталады. Тура осындай мәтінмен 7 сынып оқушысы Қайырбек Қайрат Қанатұлы марапатталады. Назарларыңызға рахмет. Алдарыңызда Орынбай Еркеназының орындауда мектебін әнін қарсы алыңыздар. Мектебім аяулым мектебім, өзіңсің өмірді көктемім, нәралы қолымды қолдамын, арманға көктедім. Мектебім келеміз тағы да, күн сайын өзіңді сағынам, сыңғырлап соңымды қолдырам, бар бала бағанам. Мектебім аяулым мектебім, бағында гүлді боп көктедім, өзіңсің білімнің боламын, нәралы келемін. Мектебім аяулым мектебім, бағында гүлді боп көктедім, өзіңсің білімнің боламын, нәралы келемін. Келеміз қуанып бір сайын, мектебім сен жайлы жыр жайым, айқара есігін ашады, қарсы алып күн сайын. Мектебім өзіңді сүйемін, білімді санама түйемін, аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім аяулым мектебім, бағында гүлді боп көктедім, өзіңсің білімнің боламын, нәралы келемін. Мектебім аяулым мектебім, бағында гүлді боп көктедім, өзіңсің білімнің боламын, нәралы келемін. Құшақ жая қай жерде де қарсы алар. Абзал жан бар биік тұлға байсалды. Қуанышпен салтанатты шақтарда, қонақтар да ақ тілегін ақтарар. Дей келе бүгінгі сөз кезегін салтанатты мерекеміздің мәртебелі қонағы аудандық білім бөлімінің әдіскері Имбердиева Марина Сайдуллайына береді. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ата-аналар, қадірлі оқушылар. Баршаңызды 1 қыркүйек білім күнімен және жаңа 2025-26 оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы тамыз конференциясында білім саласының маңыздылығын тағы бір мәрте атап өтті. Президент тапсырмасымен биылғы оқу жылынан бастап 12 жылдық білім беру жүйесіне кезең-кезеңімен көшу, мұғалім мәртебесін көтеру, сонымен қатар жасанды интеллект элементтері білім беру үдерісіне енгізіліп, цифрлық сауаттылық басты құндылыққа айналуын атап көздеп өтті. Биылғы жылы ауданымызда мектеп бітірушілер саны 360 түлекті құрап, былтырғы оқу жылмен салыстырғанда білім сапасы 4%-ға өсті. 11 сыныптың 32 түлегі алтын белгі төс белгісін иеленсе, 33 оқушы мектепті үздік аттестатпен аяқтады. 11 сыныпты аяқтаған 80 түлек Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының білім грантын иеленді. 2025-2026 оқу жылына 10 мыңнан астам оқушы мектеп табалдырығын аттамақшы. Оның ішінде 1 мыңнан астамы 1-ші сынып оқушылары. Биылғы жылдан бастап еліміздегі барлық мектептерде
адал азамат бағдарламасы енгізілуде. Бұл өскелең ұрпақтың бойына адалдықты, әділдікті, еңбекқорлықты, азаматтық жауапкершілікті дарытатын басты, маңызды бастама болып табылады. Әрбір бала еліміздің болашағы. Ал адал азамат ол мықты мемлекеттің негізі. Сондай-ақ 2025 жылы жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланғанын ерекше атап өткім келеді. Бұл кәсіптік білім мен техникалық мамандықтарға бет бұратын жастар үшін өте үлкен зор мүмкіндік деп ойлаймын. Құрметті ұстаздар, сіздерге артылар жүк ауыр, үміт зор. Бүгінгі шәкірт ертеңгі ел тірегі. Сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің, біліктіліктеріңіздің арқасында қаламыздың, еліміздің болашағы, яғни сіздердің қолдарыңызда. Қымбатты оқушылар, сенім мен білім жолында батыл болыңдар. Еліміздің ертеңі сіздердің қолдарыңызда. Білімді ұрпақ жарқын болашақтың кепілі. Баршаңызға жаңа оқу жылында табыс, зор денсаулық, күш-жігер, шығармашылық шабыт тілеймін. Ал енді сіздерді тағы да өзім атынан құттықтап кеткім келеді. Кеше өткен сіздердің 50 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймын, Абылайхан мектебінің мерейтойымен. Екіншіден, біздің аудандық тамыз кеңесінде рейтинг бойынша сіздердің мектептеріңіз бірінші орынға ие болды. Тағы да сіздерді құттықтаймын. Бұл барлық ұжымның, оқушылардың, тіпті ата-аналардың да барлығының үлесі деп ойлаймын. Үшіншіден, сіздер білесіздер, сіздердің мектептеріңізде сондай бір үлкен ұлағатты ұстаз бар, Нұржанғалиұлы. Осы кісіні атап өткім келіп тұр, өйткені Нұржанғалиұлының арқасында Абылайхан мектебі тек қана аудан емес, облыс емес, республика емес, халықаралық деңгейде жаңағы атағы естіліп, мектептің даңқы артты деп ойлаймын. Осы алаңға Нұржанғалиұлының бастамасымен жаңағы Түркияға барып келген балаларды ортаға шығарып бір шапалақ ұрып қошеметке жіберсеңіздер. Жандардың алдарында жаңағы зор болашақ болсын. Осы беттеріңмен қайтпай, одан да үлкен зор белестерге, яғни биіктерді бағындыра беріңдер. Италияға барыңдар, ары қарай одан да үлкен мемлекеттерді көріп, біздің мектебіміздің, ауданымыздың атын шығарып жүре беріңдер. Сәттілік сіздерге. Абылайхан селолық округінің әкімі Көбенов Жеңіс Нұрмияшұлына беріледі сөз. Құрметті ауылдастар, ұстаздар, оқушылар, осы бүгінгі білім күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге денсаулық, отбасыларыңызға береке. Мынау енді оқушыларымыз әрі қарай да әлем деңгейінде өз білімдерін көрсете берсін. Келешекте еліміздің дамуына көркеюіне өз үлестерін қоса берсін. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Келесі сөз кезегі Есіл Аграр басшысының көмекшісі Бекенов Орынбай Нұрланұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, шәкірттер, ата-аналар, бүгінгі міне алғашқы 2025-26 оқу жылы қайырлы құтты болсын. Осы шәкірттеріміз үлкен белестерден көріне берсін. Осыларға тәрбие беріп, көз жолдарға салып жатқан осы ұстаздар, Абылайхан орта мектебінің барлық ұжымына көптен рахмет. Мынау бірінші қоңырау құтты болсын. Мынау бірінші класста оқушыларына, бірінші шәкірттерге Есіл Агрардан сөмке сыйлық. Мектеп сөмкесі
endi birinchi sinf o'quvchilarına Miss Kadro Diloshni jasauымен beriladi. Yemini var ahtamlar, malakıyam tatamlar. Ustazım basaraptan Bilim kuni qutlu bo'lsin. Bilim menin ertenim, o'sу үшін өркенім, жүзем оқу айдында, жайып білім желкенін. Сөз кезегі 11 сынып оқушыларына беріледі. Қымбатты ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі 1 қыркүйек жаңа білім, жаңа арман, жаңа мақсаттардың бастауы. Бұл күн әр жүрекке қуаныш пен үміт сыйлайды. Баршаңызға сәттілік, биік белестер, толағай табыстар тілеймін. Ұстаздарға шыдамдылық пен еңбектен жемісін көруді, оқушыларға үздік жеңістер мен білімдегі жетістіктерді нәсіп етсін. Жаңа оқу жылы құтты болсын. 1 сынып оқушыларына әліппені табыстауға рұқсат етіңіздер. Айша Еркебұланқызы, сені бүгінгі 1 қыркүйек білім күнімен құттықтаймыз. Оқуда табыс, ал үзілісте күлкі күтіп тұрсын. Сізді мәтінен Айбар Алматұлына беріледі. Осындай мәтінмен Аруназ Асланқызы. Осындай мәтінмен Абдулла Ерболұлы. Осындай мәтінмен Сезімге беріледі. Осындай мәтінмен Абдулла Ерболұлына беріледі. Осындай мәтінмен Айбар Алматұлына беріледі. Осындай мәтінмен Әбілбақса Әбілбақсына беріледі. Осындай мәтінмен Аққажан Әсетқызына беріледі. Осындай мәтінмен Әли Абылқызына беріледі. Осындай мәтінмен Ердәулет Азаматовичқа беріледі. Осындай мәтінмен Әзіле Асхатқызына беріледі. Сыныптарымызды табыстауға рұқсат етіңіздер. Sınıf оқушылар атынан 1 сынып оқушыларына сыйлықтарын қабыл алынды. Ортаға 1 сыныпқа қадам басқан бүлдіршіндер келеді. Жүрек жанды өлеңдерін сіздерге айтып береді. Өмірдің бейбіт артынан насып асқан. Мінекей биыл тағы бір жаңа оқу жылы басты. Өсті міне бойымыз, қуанысқа ортақпыз, құтты болсын тойымыз. Мектеп қамқор анамыз, оқып білім аламыз, өнерпаз боп өсетін біз оқушы боламыз. Білімді болсын әр бала, мектепте оқып сабағын, жақсылыққа бастасын, сәтті болып әрбір қадам. Әлемдегі барша жұрт бас еді білімге, білім күнін қарсы алдық қыркүйектің 1-інде.
Сыңғырлар қоңырау сыңғырқа, жаңа оқу жылы басталсын. Бал үнін сенің сырлырғаққа, сыныпқа бізді бастасын. Қоңырау үні шарықта, өзінің сыйқыр тілінде. Қызмет көрсет халықта, шақырып өнер білімге. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, шәкірттер, алғашқы қоңырау соғу рәсімін 11 сынып оқушысы Пазылов Дәуіт, 1 сынып оқушысы Құрманғали Сезім. Алғашқы қоңырау соғылсын. Құрметті ата-аналар, сіздерге арналып Хасенова Ләззат Сержанқызының ана әнін қабыл алыңыздар. Оқитын әрі жазатын, білімге қол созатын, оқушы болдың қарағым, білімнің кілтін ашатын деп. Сөз кезегін балапандарын ертіп келген құрметті ата-аналар сіздерге беріледі. Ата-аналар атынан тілек. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі күні білім күні мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Алла осы балаларымыздың білімдері артып, осы мектепке қадам басып келген бүлдіршіндердің барлығы осы білім нәрімен сусынданып, үлкен білімді, ақылды азаматтар болып өсуін Алла нәсіп етсін. Алла елімізге қызмет ететін, елдің, мектебіміздің абыройын арттыратын, ұстаздардың еңбектерін жандыратын, сондай ақылды, білімді азаматтар болуын Алла нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын, тәуелсіздігіміз тұғырынан таймасын.
ағарып атқан ақ таңның нұры әр шаңыраққа шаттық пен бақыт, ынтымақ пен береке әкелсін. Білім күні құтты болсын. Балаларымыздың болашағы жарқын болсын. Рахмет. Ата немерелеріңіз бірінші сыныпқа барды ғой, сіз бата берсеңіз бірінші сыныпқа. Аса қамқор, ерекше мейірімді бір Алланың атымен бастаймын. Мынау бүлдіршіндеріміздің қадамы құтты болсын. Алдары жарық, болашақтары жарқын болсын. Қуаныштың тұрағы болсын, ұлы істің білағы болсын, мерекенің құрағы болсын, мейірімнің шырағы болсын, сабырлықтың сыңары болсын, пәк үлгінің шынары болсын, озық ойлы өрем болсын, білімге де терең болсын, оқуға да зерек болсын, ұйқыға да сергек болсын, ел қорғайтын батыр болсын, шындықты айтар ақын болсын, көпке басшы көсем болсын, дауды шешер шешен болсын. Бата алса үлкендерден әрқашанда аман есен болсын. Балаларымыз бақытты болсын. Әумин. Аллаху акбар. Бүлдіршіндер, сендерге артар міндет көп. Көтеріңдер мектептің атын құрметтеп, білімнің көзін аша білсен тереңдеп, жетелейді армандарға бұл мектеп деп келе. 11-ші сынып оқушылары алғашқы сабағына 1-ші сынып оқушыларын шығарып салайық. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, жаңа 2025 жылғы оқу жылы